Қайырлы күн достар, осындай кереметтей дәмді болып, бір жасағаннан ақ шығатын шоколад пирогтың рецептісін қарап шығыңыздар. Каналыма бұрын-соңды жазылмаған болсаңыз, жазылып, жанындағы қоңыраушаның белгісін басып қойсаңыз, жаңа рецепттерді көріп тұратын боласыз. Пирогтың барлық құрамы өте қарапайым және таразысыз, сіздерде осылай жасауларыңызға болады. Ол үшін алдымен 3 жұмыртқаны жарып, үстінен 3 грамм ванилинді қосамыз. Одан кейін осылай бір кесемен өлшенген 250 грамм қантымызды саламыз. Егер сіздерде таразы болмаса, кесені толтырмай осылай қант салуларыңызға болады. Енді жақсылап миксермен 2 есеге дейін ұлғайғанша көпіртіп араластырып аламыз. Үстінен кішкентай кесемен жарты кеседей 60 граммдай май құямыз. Одан кейін осындай кесегені толтырмай сүт құямыз. Сүттің температурасы маңызды емес. Енді одан кейін осындай 180 граммдай майды осылайша бөліп есептеулеріңізге болады. Ортасы 90 грамм болса, тағы да осылай кішкентай 30 грамм қалдырып, 60 граммдайын саламыз. Достар, мен таразысыз өлшеп атырмын. Сіздерде осылай өлшеп салсаңыздар болады. Миксерлеп алғаннан кейін кесені толтырмай, тағы да осындай бір кесе ұнды електен өткізіп аламыз. Және тағы да тура сондай бір кесе ұн болады. 2 кесе толтырылмай салған ұнның мөлшері 250 грамм. Енді осы алғашқы бір кесеге шай қасықпен өлшенген 1 қасық қопсытқыш және жарты қасық ас содасын салып араластырамыз. Араластырғаннан кейін мискамызға салып, миксердің көмегімен араластырамыз. Енді келесі екінші кеседегі ұнымызды салып, тағы да миксерлейміз. Жақсылап миксермен араластырып алғаннан кейін кесені толтырмай дәл сондай какао саламыз. Какаомыздың мөлшері 100 граммдай. Міне, пирогымызды дайындап алдық. Қоюлығы осындай болу керек. Ендігі кезекте пирогымызды пісіретін ыдысымызды дайындап аламыз. Пирогты алдын ала қыздырылған 180 градустық пеште 35-40 минут ішінде пісіріп алыңыздар. Пирогтың піскенін ағаш таяқшамен тексеруге болады. Енді глазурь дайындаймыз. Ол үшін бізге 60 граммдай шоколад және 60 граммдай сары май керек болады. Екеуін су моншасында немесе микроволновкада ерітіп, осылай пирогымыздың үстіне құямыз. Пирогымызды 30 минуттай суытып барып дастарханға ұсынсаңыздар, үстіндегі глазурь сіңіп, пирог дәмді болып шығады. Рецепт ұнаса, лайк басып, комментарий қалдырып кетіңіздер. Видеоны көргендеріңізге рахмет. Сау болыңыздар.